Бүгінгі сабаққа көңіл күйіңіз қалай болды? Сабақта кім жоқ балалар? Екі бала жасқа келді, ал аяғымның аш кесіліп қалды. Аш кесіліп қалды, жарайды. Ал енді бүгінгі көңіл күйімізді ең алғашқы балалар 3 топқа бөліп отырмыз. 3 топ бір-бір оқушыдан жақсы бір тілек айтайық бүгінгі сабағында. Кім айтады? Ал Ақмарал? Мен сіздерге бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Мынаяқтан кім айтады? Мадина? Мен осы сабақты жақсы өткізіп, жақсы қатысуын тілеймін. Жарайсың. Мен бүгін 3 топқа да топтық жұмыста және басқа тапсырмаларда да жақсы өткізіп, жақсы баға алуына тілектеспін. Жарайсың. Ал бүгінгі біздің сабағымыз сәтті, білімді сабақ болсын деп барлықтарына шын жүректен тілеймін. Олай болатын болса, ең алдымен біз балалар топқа бөлініп олар, иә? Аржан тобына 2 рет былай барамыз, 3 рет былай барамыз. Енді ол үшін барлығымыз жасырын орындық. Жасырын орындық. Кімде қандай орындық бар екен? Қараймыз, жасырын орындыққа қараймыз, бәріміз орындыққа қараймыз. Кімде қай санды? Аламыз қолымызға. Сол бойынша қазір үй жұмысын бастау. Үй тапсырмасын бастаймыз. Кімде бір? Менде Келе ғой. Сөйлемді оқимыз. сын есім дегеніміз заттың сынын білдіреді. Жарайсың. Ал, келе ғой, Мадина. Тез. Ал. Дұрыс екен. Келесі, қайсыңды? 3 деген сан. Келе ғой. Ая. 4 кімде? Дайындалсын 4. Сабақ сын есімде жасыл ағаш. Кел Айза. Жарайсың. Күрделі сын есімде сабамыз. Жарайсың. 5 кімде? 5. 5. Айза, кел ғой. Ең алғашқы шыққан көлік. Қандай көлік шықты ең алғашқы болды? Онымен жүретін. Ал, көрейік дұрыс екен. Жарайсың. 6 кімде? Ара қарай. Дара сын есімді ата. Жасыл, қызыл ала, үп үлкен. Кімде жаңа 6-шы? 5, 6 кімдеді? 6 деген сан. Мағжан 6. Дара сын есімі. Жасыл, үп үлкен, қызыл ала. Қайсы дара деп ойлайсыңдар? Ал. Дарасын есімге бұл жерде жасыл жатыр. Жарайсың. Ал, бағдаршамның түстері нені білдіреді? Қызыл түс, көк түс, жасыл түс нені білдіреді? Бағдаршам өтеміз ғой? Ал айта ғой. Қызыл түс қандай мағынасы? Қызыл түс тоқта дегенді. Ал сары түс дайындал, ал жасыл түс жүр дегенді. Жарайсыңдар. Олай болып болса, балалар бүгінгі біздің үй жұмыстарын жақсы дайындалып келесіңдер. Біз осы қандай бөлімде тұрдық балалар? Қай бөлімге келсіз қазақ тілі? Әлгі көліктері. Ал, қандай көліктерді өттік біз? Су көліктері. Және? Әуе көліктері. Су көліктері және? Жеңіл көліктері. Ал, олай болатын болса, енді сіздер назарларың видеода болсын. Ал, енді видеоны мұқият тыңдаймыз. Қазір осы тыңдаған бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Сондықтан да бірінші Өзге құралдар сияқты ұшақтар да өздігінен пайда болған жоқ. Ұзақ ізденістің, ерен еңбектің арқасында алғашқы ұшақты жасап, ұшырып, тәжірибе жасаған өнертапқыш ағайындылар Уилбур мен Орвилл Райттар. Райттарға ұшақ ойлап шығару геликоптер деп аталатын ойыншық ой салған. Олардың әкесі Милтон Райт 1878 жылдың көктемінде іс-сапардан келе жатып, дүкеннен балаларының ойыншық алмақшы болады. Дүкенге бұрын-соңды көрмеген ойыншыққа көзі түседі. Бұрамысын бұраса, зыңдаған дыбыс шығарып, тірі жанды сияқты аспанға ұшады. Ойыншықты сатып алып, 2 ұлына апарады. Ерекше ойыншықтың құны да арзан емес еді. 50 центке жаңа жейде мен сырты қапталған дұға кітабын сатып алуға болатын.
балалар оқып жатқандар бар. Енді балалар сендерге сұрақ қояды. Балалар ағайынды үлгілер не ойлап тауыпты? Ол қандай ойыншық екен? Кім айтты? Айтса ол қанша? Ол ұшақ. Ұшақ ойыншық екен. Оны кім әкеліп беріпті балалар? Алайды. Оның ағайындар айттаға әкесі алып. Оның құны қанша тұрады екен? Ал, Нұргелді? 50 цент. Оған не алуға болады екен? Өзі жауап берді. Оған жаңа жеген сырты қапталған бұлақтарын алса болады. Олар не істеді? Екі бала не істеді? Ойыншықпен. Ойыншық не істеп алды? Ал, кім жауап берді? Ол екі бала ойыншықты күнделікті ойнап жүріп бір күні сындырып алды. Әкесі не істеді? Әкесі. Ал, Ол әкесі оларға ұрысты. Ал, алға ұрысты, сосын олар не істеді деп ойлайсыздар апай? Ал. Хеликоптердің қалай жасалуын білу үшін ойыншықтың ішін ашып қарап, ол ойыншықты жасады. Яғни ол ойыншықты сындырып алды да, өзімізде балалар ойыншық сынғанда не істейміз оны? Ішін ашып көреміз ғой, бұл қалай ұшады екен, немесе қалай жүреді екен, бұның механикасы қалай екен деген сияқты оларға ой салды да, олар не істеді? Ойыншықты ашып көрді. Яғни балалар осы ағайынды проекттардың әуе көліктерін бірден бір ойлап табуына осы әкесінің шағын ғана ойыншығы не қылған екен? Түрткі болған екен. Яғни ол екеуі ойыншықты ашу арқылы әуеде ұшатын. Яғни барлық көліктер жерде немесе суда ғана емес, яғни әуеде де ұшуға болатын деп олар ойлап өздері ең алғашқы ұшақты ойлап тапқан ағайындар екен. Енді балалар, біз бірінші не істедік балалар? Мәтінді не істедік? Не оқыдық? Оқыған адам бар ма? Мәтінен оқып шықты ма? Не оқыдық? Айта ғой, қандай өтеді оқыдық? Өте керемет. Өте керемет деген оқыдық. Тағы қандай сөздер? Оқу мұғалім? Қып-қызыл ұрыс болды. Қып-қызыл ұрыс болды. Ол қай кезде болды? Қай кезде болды? Ұшақты сындырып. Енді қарады, міне балалар. Қып-қызыл ұрыс болды және өте керемет. Яғни балалар, бұл біздің өтетін тақырыбымыз да осы әуе көліктерімен қоса сендерге біз етістіктің қанша шырайы бар дедік балалар? Екі шырайы. Қандай еді балалар? Ендігі бүгінгі өтетіміз күшейтпелі шыра екен. Яғни күшейтпелі шыра дегеніміз біркелкі, яғни сыңары олар өте, аса, тым деген үстелерге тіркесіп келді. Мысалы, тым биік ғимарат дейміз, немесе тым аласы орындық дейміз, орындыққа оқыған кезде. Немесе қып-қызыл не дейміз? Қалам деп айтамыз, қолданамыз ба? Немесе жасыл шөп деп айтамыз ба? Яғни ол жасыл емес, қандай түс бала? Қанық жасыл айтамыз. Қызыл емес, ол қандай түс? Қызыл түс деп айтамыз, қанық түс. Немесе биік емес, өте биік ғимарат дегенде бізге қандай көз алдынан қандай ғимарат келеді? Ұзын бір үлкен көп қабатты, яғни күшейтпелі шыра дегеніміз салыстырма шыра дегеніміз қалай болды ережесі? Кім айтады салыстырма шыра? Қандай? Не арқылы жасаушы еді салыстырма шыра? Айда. Ол сын есімді немесе заттардың артығын я кемдігін білдіреді. Артығын немесе кемдігін білдіреді. Ал бұл күшейтпелі шыра қандай екен балалар? Мен осы жерде ереже жазып, өзімді айтып көрейінші, ереже жасап шығарып көрейінші. Сабақты жасау шығып, қандай болып жасалады екен олар? Қандай бума жасалады екен? Міне, қарап тұрмыз. Екі түрде жасалады, дұрыс айтады. Қандай болады екен? Біріншісі қалай жасалады екен? Күшейткіш буындар. Буындар, яғни міне күшейткіш буындар осыны міне бөлкетті. Ал екіншісіне қалай жасалады екен? Күшейткіш істеулер. Міне күшейткіш істеулер, тым өте деген дұрыс балалар, яғни балалар күшейтпелі шырайдың өзі екі түрде жасалады екен. Енді жаңағы тыңдалған мәтін, осы мәтін бәрін есімізге сақтап отырамыз. Яғни қазір біз осы бүгінгі сабағымыз барысында осы алған ақпаратты қорытындылап алған жеке жұптық немесе топтық жұмыс жасаймыз. Енді келесі тапсырма сендерге балалар кітапты ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, дәптерді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Әуе көліктерді ашамыз да балалар, кітапта.
балалар көрдік қой жаңа мен балалар міне мәтіндері тұрды ғой мәтіндер иә осы біздің ғана тыңдаған мәтініміз осы сіздерге оқулықта берілген мәтін болады. Енді жазып қойымыз жазып аламыз кітапты. Жаза беріңіздер. Ақпанның 24-і сынып жұмысы әуе көліктер дейміз бе оқулықта 88-ші бетті ашамыз. Оқулықты ашамыз. 88-ші бетті ашамыз. Аштық па? Сол жерде қалды. Екінші тапсырма қарайшы бәріміз. Ал кім оқиды берген? Қалай орындау керек екен? Қалай оқиды? Қазіргі заманғы ұшақтарды сипаттайтын сын есімдерді тауып, оларды күшейтпелі шырай формасында түрлендіріп жатыр. Қазір балалар қазіргі заманда бірнеше қандай нелер бар, ұшақ түрлері бар. Міне балалар біз міне бірнеше осыны қарап отырамыз да. Бірінші біз не табамыз балалар? Сын есім табамыз, содан кейін бар не істейміз ол сын есімнен? Күшейтпелі. Кім шығады? Екі оқушы, Кел, Айша, кел. Так, басқа оқушылар не істейміз? Дәптермен жұмыс жасаймыз. Мен аралап жүріп тексереміз да. Нені ашып қоямыз? Бағалау дестіріп. Шарттарға сипаттама береді. Сын есімдерді таба алады 2 балл. Күшейтпелі шарт формасында 2 балл. Түсіндік қой. Енді бағалауымыз. Ағай бағалау бағалауды көрсетейік. Зымыран. Қандай зымыран болды? Біреу болды. Тез орындаймыз дәптерге. Зымыран үлкен, үлкен. Күшті, өте күшті. Биік, тембек, ақыры, жақсы. Екеу жаздық қайны. Күшті, мағжанға түртіп бай, Кәусар. Қазір балалар. Қазір қатесіз осыныз аламыз бол. Так, кім бітті? Ал. Кім бітті тағы? Аянатқа. Аянат қалай? Қазым ба? Аянатқа түртіп бай. Тақын? Кәусарға түртіп бай. Қазір айтамыз. Не үшін түртіп бай айылғандан да қазір айтамыз. Ал, Айшаны оқимыз. Так. Зымыран. Ұзын. Үлкен, жылдам. Кішкентай шайы ұзын, үлкен, тым жылдам. Үлкен дұрыс па балалар? Қараймыз бәріміз. Дұрыс. Ал, Айзер оқиды. Ұшақ өте үлкен, тым жылдам, әдемі. Айзер балалар бірінші не істеу керек еді? Сын есімдерді. Бірінші сын сияқты Айша сияқты не істеу керек еді? Айзер не істеді? Бірден күшейтпелі шай жасармыз. Яғни кімге? Айзереге 2 ұпай, кімге? 4 ұпай. Айшаға. Көліктерін жүріп отыр ма балалар? Міне. Айша кімге? 4 ұпай. Жарайсыздар балалар. Яғни кім үлгермей қалып па? Жазғандар бар ма? Жарайды. Ендігі тапсырма балалар. Топтық тапсырма беремін. Топтық жұмыс. Балалар, бірінші топқа мақала, яғни балалар мені Instagram парақшам деп ойлаңдар. Мен бүгінгі сендер жасаған жұмыстарымды кәдімгі өзімнің парақшама салып қоямын. Менің бүгінгі біздің сыныпты. Мынау мені сендермен ашқан өзімнің жасап, осынан бүгінгі жұмысты, ал мынау менің TikTok парақшам. Мен тапсырма беремін. Тоқтан да тапсырма беріп алайын. Тоқтан, әкеліп. Так, бірінші топ. Берілген. Балалар, бірінші топ. Мақал мәтелдерді құраймыз. Мақал мәтелдер ма? Екінші топ. Сұрақтарға жауап жазады. Не, жазамыз. Білесің ғой, сіздер алдандырмыз. Сендер не істеулерің керек? Қай топсыңдар?
ұшақ тобы, міне қараңдар. Тік ұшақ тобы, міне. Қарта сіздерге не тапсырма береді? Суреттер ма? Міне көліктерін алдық. Негізі уақыт 3 минут болады. Болды ма? Шыға беріңіз, қосып. Айша шыға болсын. Жоқ, екі үш. Айзен, сен отыра отыр. Жоқ, маған жарсамыз. Олардың дискрипті қандай еді? Үшінші топта сын есімдерді, мақал мәтелді дұрыс құрастырады, сын есімдерді зат есімнің орнында қолдандық. Біз өткенбіз, қандай жағдайда сын есімнің орнына зат есім алып. Мақал мәтелде білекші бірді жығады, білімді мыңды жығады. Ақылды байқап сөйлейді, ақымақ шайқап сөйлейді. Жақсыдан үйлен, жаманнан жирен. Ал енді. Ал дұрыс құрастырма болды. Ал енді. Зат есім, сын есім қандай жағдайда зат есімнің орнына жүреді? Сын есім көптелмейді, шектелмейді. Және? Егерде септеліп, көкте тәуелденсе олға не болады? Зат есім. Ал есімдер мақал мәтелдерінде бар ма? Жақсыдан, жаманнан, білекті, білімді, ақылды. Ал енді жақсыдан, жаманнан қандай неде тұр? Нан, дан деген. Шығыс? Қай септік еді? Жатыс. Яғни ол не болып кеп тұр балар? Сын есім, зат есімнің орнына. Ал нан, дан деген қай септік балар? Айта береді, не қалды? Қай септік еді? Ал тоғын өз ұқтырғайыз. Шығыс. Дұрыс па? Ал енді, ал ақылды, білімді, білікті, кімді, кімді, білімді, білікті, яғни ол не қылды? Яғни сын есім қандай жағдайда деді? Септелген жағдайда, көптелген, және тәуелденген, жалған келген кезде сын есім, олар зат есімнің орнына қолданады дедік, аха? Дұрыс па тапқандар? Тапқандар дұрыс па? Отырамадыр, қазір қателерді айтамыз. Ал келесі топ. Қазір өздері қараңдар, қай жерде сіздерге амыз? Не қандай? Ал енді келесі топ. Сөйле оғады. Ағайынды райыттарға ұшақты ойлап табуға қандай нәрсе ой салды? Ағайынды райыттарға ұшақты ойлап табуға геликоптер ойыншығы ой салды. Ал? Ойыншықтың құны қанша еді? Ойыншықтың құны 50 цент еді. Ол ақшаға баса қандай нәрсе алуға болады? Оған жаны жейде мен сыртта қапталған дұға кітабын сатып алуға болатын еді. Дұрыс па? Сұраққа жауап. Жарайсың. Ал екінші топ, үшінші топ. Сендерге берілген көліктер түрін ажыратып, оған сын есімді сипат беру керек еді. Ал? Жер көліктеріне автомат. Жерде жүретін көліктер. Автокөлік атады. Автокөлік деп айтамыз өз балалар? Жеңіл көлік. Жеңіл көлік деп айтамыз. Ол күшті, мен оны күшті шырайға айналып жүрмін, содан өте күшті. Және де ол әдемі, өте әдемі. Ал әуе көліктерін атаймыз? Әуе көліктеріне ұшақ әп-әдемі, өте мықты, үлкен, түрлі түсті үлкен. Жарайсың. Ал келесі. Кеме ол үлкен, өте жылдам, әп-әдемі. Дұрыс па? Отыра ғой. Ал енді кері байланыс береміз. Бұлар дұрыс құрағыз ма? Қай жерде шатасы бұлар? Біз тікұшақ тобы. Тікұшақ бір бақсырым. Тікұшақ тобы көлік түрлерін таба алды. Және де жаңа автокөлік деген жермен қателесті, жеңіл көлік деген. Бірақ сипаттағандары дұрыс, жақсы сипаттады. Жақсы сипаттады, отыра ғой. Ал келесі. Зымыран тобына кім береді? Мақпара береді. Зымыран тобы кімсі? Зымыран тобы сұрақтарға дұрыс жауап бере алды. Және де олар
Дұрыс болды ма? Жоқ, жарайсыз. Ал кім береді? Кері байланыс. Екі топ бір-біріне беріп қойды ма? Үшінші топқа, мына топтан кім береді? Ал Айша берсінші. Аяқтар тобынан. Қай жерде шатасты? Олар бүкіл мақал мәтінді дұрыс тапты. Олар Сын. Қарасы дискрипторды. Дискриптор қарап тұрсын Айша. Қай екінші не істеді? Не істеді Айша? Қай жерден қателесті? Қазір айта қош. Қай жерден қателесті олар? Сын есімнің? Зат есімнің? сын есімнің түрлерін ажырата алмайды. Дұрыс. Сосын? Және де септікке келген кезде еді? Иә, септікке келген кезде шатасып қалды. Септіктің жалғауларына келген кезде не қылды? Зат есімнің қол. Жарайсыздар. Мақұл бірақ қойыңдар, яғни балалар біз кішкене болса да септіктерді мына топқа не қыламыз? Қайталауға кеңес береміз, иә? Жарайсыздар. Ендігі балалар тапсырма сендерге жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс. Балалар біз осы алдымызда сабақтарда балалар біз көліктерге, немесе жаңағы әуе көліктері, кеме көліктері жұптасып тұрсақ, енді бүгін сендердің өздерің кімдер деп ойлайсың балалар? Кейіпкерлер, өздерінің жаңағы мультфильмдерін, немесе кинода осы кейіпкерлер арқылы қазір жұптасамыз. Қазір келе ғой. Кім ашки сынып алып келмей қалып тұрған не дедіңіз? Кім бар? Артында тапсырма бар. Артында тапсырманы орындаймыз балалар. Дискриптор алдына шақыру. Уақыт 2 минут. 2 минут уақытқа қоямыз. Кімдер келмей қалмады? Уақыт кетті. Кім? Орындаймыз. Екеуі орындаймыз, екеуі орындаймыз. Тез. Мысалы, 8-ші жұп бір дарасын езілден керек, соған байланысты сөз керек. Керісінше, 8-ші Біз қалған жұптар уақыт аяқталып қалған екен балалар. Ал балалар барлығымыз аяқтадық па? Бірінші жұп кімде екен балалар? Бір саны жазылған жұп. Каусар мен Омарда екен, е? Бір сіздерде ма? Және мен Айзера аяқтап қалдық па? Мейлі аяқтай беріңіздер, басқа жұптар. Екі дайымыз ба? Жақсы. Мадина мен Аяна. Екеуміз орнымыздан тұрамыз, жұбымызды көрсетейік. Сіздердің жұп Дон Кихот пен Санчо екен, е? Сіздерге қандай тапсырма берілген? Бір дарасын есім жазып, содан кейін соған сөздік есім жазамыз. Қандай дарасын есім жазып? Жасыл. Ағашта жасыл алма өседі. Жасыл алма өседі, жақсы. Сөздік Дарасын есім қызыл. қызыл алма. Жақсы. Келесі. Омар мен Каусар дайын екен. Сіздердің жұп Том мен Джерри, е? Сіздерге қандай тапсырма берілген? Бір қатыстық сын есім табуымыз керек. Бір қатыстық сын есім түнгі, сөз тіркесі аспан. Түнгі. Түн, яғни зат есімнен жасалып тұр. Г журнал жалғаны арқылы түнгі болып қатыстық сын жақсы. Омардың сын есімі? Аяулы, сөз тіркесі ана. Аяулы ана, е? Жақсы. Келесі, үшінші топтан. Дайынбыз ба? Сіздердің жұп доктор Ватсон мен Шерлок Холмс екеуі, е? Қандай тапсырма берген? Қандай сапалық сын жазды? Биік деп алғаныз, е?
Сөз тіркесі. Биік сөзінің сөз тіркесі. Бір биік деп бұл жерде біз күшейтпе сөйлеп биік сөзіне қандай сөз тіркесін айта аламыз? Биік синоним емес сөз тіркесі. Сөз тіркесін жасауымыз керек. Биік ағаш, биік үй деген сияқты. Енді солидаттың сінесімі? Жасыл. Сапалық сінесімге жатады, оған сөз тіркесін ол өзі? Жасыл шөп, жақсы. Екінші топтан кімдер дайын? 8-ші жұп Аружан мен Айда дайын екен. Сіздердің жұп Шрек пен Фиона екен. Қандай тапсырма берілген? Бізге бір дара сын-есім жазып берген. Мен бір дара сын-есімге жасыл сөзін жаздым. Ал мен сөз тіркесіне жасыл ағаш деп жаздым. Жақсы. Бір дара сын-есімге үлкен. Ал мен сөз тіркесіне үлкен үй деп жаздым. Жақсы. Келесі. Кім айтады? Бірінші топтан, үшінші топтан. Айша мен Ая дайын ба? Мен бала деп жаздым. Ұзын бойлы. Бір күрделі сінесін жазу керек. Ұзын бойлы деп таптық, оған сөз тіркесі ұзын бойлы бала. Жақсы. Жанияның сінесімі? Қандай күрделі сінесін таптық? Күрделі сінесім қызылды жасылды. Қызылды жасыл, жатқыза аламыз, қызылды жасылды жейде. Жақсы. Кім қалды балалар? Қанша жұп қалды? Ақжан мен Ақмарал. Қоңыр жұппен? Қандай сінесін табу керек? Туынды сінесін табу керек балалар. Туынды сінесін қандай? Қандай сінесін жазды? Сулы деп жаздық па? Қызыл сінесін балалар туынды сінесінге жатқыза аламыз ба? Жоқ, дара. Негізгі сінесінге жатады екен, туынды сінесінге қандай мысал келтіре аламыз? Сулы. Сулы. Оған сөз тіркесі? Сулы, өлге десек болады. Ақмаралдың сінесі ме? Арыстандай, бір туынды сінесін. Арыстандай. Арыстандай айтылады, жақсы. Нұртас пен Айзере жұбы? Жасыл, Бірінші тапсырманы оқимыз. Қандай тапсырма берген? бір негізгі сын-есімге Бір негізгі сінесім атау керек екен. Қандай сінесім жазды? Жасыл, бәріміз жасыл жазбыз. Оған сөз тіркесі? Жасыл алма. Жасыл алма. Сенің сөз тіркесің? Әдемі? Әдемі деп біз күшейтпелі шүрә жасап тұрып, қандай сөз тіркесін жаза аламыз? Әдемі көйлек деген сияқты, әдемі не? Жақсы. Кім қалды балалар? Бәріміз жауап бердік па? Айша мен Ая жұбы қалды. Тапсырманы оқи қойып, және жауаптарымызды. Күрделі сын-есім қызылды жасылды. Айталанды. Қызылды жасылды. Оған сөз тіркесі? Қандай сөз тіркесін жазғанымыз? Қызылды жасылды үйлер деген сияқты. Қызылды жасылды көліктер. Жақсы. Енді Айшаның күрделі сінесін? Күрделі сын-есім ұзын бойлы. Ұзын бойлы, Менің ағамның бойы ұзын. Менің ағам ұзын бойлы деп айтамыз, жақсы отырғандар. Балалар, біз бұл жұптық тапсырмадан бір жұп 4 балл алды. Яғни, бір жұп тапсырманы дұрыс орындаса, 2-2 балдан әр оқушы алады екен балалар, Барлығымыз дұрыс орындадық па тапсырманы? Бізде жаңа қызылды туынды сінесімді, қызыл деген секілді бір-екі нелер болды, қалғанын барлығымыз дұрыс орындаған сияқтымыз, болды. Тамағы нелердің ұпайлары? Айда да 6 ұпай ма? Келмеді. Мейлі. Ал Кәусар? Бағана? 4 ұпай жинағам. Қазір 8 болды.
негізі ғалам қазір енді жеке жұмыс. Олар бұл біз бәріміз. Қойсыңдар. Енді жеке жұмыс. Жеке жұмысыны, мына жерде бала дискретті оқы. Жеке жұмыс. Қалай шығарады біреулерін ажырақ алады 1 балл, мысал келтіре алады 1 балл. Ал. Бастаймыз. Кім шығады? Айзері, тез. Айзері. Табалар мысал келтіре алады. Тез мысал келтіре саламыз. Немесе сөз тіркесін келтіре саламыз. Аласа ол салыстырманы шығарады. Аласа. Мысал келтіреміз. Аласа. Немесе сөз. Аласа үй. Аласа үй. Аласа үй болады. Кел, тез. Көкшіл. Көкшіл. Сөз тіркес жасаймыз. Көкшіл не бар? Көкшіл ағаш болма болады. Бұл көкшіл бұл. Қоңырқай. Басын. Қоңырқай не бар? Қоңырқай ағаш. Қоңырқай ағаш. Тез болды болады. Кел, аяна тұқым. Бәріміз шығамыз. Тез. Кел, ақмаралдайын тұр. Үлкенірек салыстырмалы. Үлкенірек не бар? Үлкенірек үй. Үлкенірек үй. Сөз тіркес жасап кете берейік. Сөйлем құрау. Негізінде балалар сөйлем құрау керек еді. Кел, оқылайды. Балалар, егер ғаламтор жасаған кезде біз насымен тапсырманы орындады, оқушы басқаннан кейін бірден ақшыл не болады олар? Ақшыл көйлек. Ақшыл көйлек жарайсың. Кел оған. Нұргелді кел оған. Қазір бәрін шығамыз. Сап-сары күшін көйлек. Сап-сары не болады? Ая? Сап-сары балаға. Сап-сары балаға жарайсың. Нұргелді кел оған. Күшін көйлек. Тым биік. Үй. Кел оған. Кім шыққан жоқ? Кел мақтан. Кел. Күшейт. Өте жылдам. Орасан зор. Орасан зор. Орасан зор күшті. Жарайсың. Кел айша. Жарайсың балалар. Бүгінгі, яғни балалар. Күнделігімізді ашамыз. Үй тапсырмасы аламыз. Үйге үшінші тапсырма. Жарайсың. Қазір балалар. Үшінші тапсырма. Енді балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамыз олай болады болса, балалар, бүгін біз ғаламторды пайдалану арқылы сабағымызға кері байланыс керек. Біз сабақтарда сіздер жазушыңдар қояды, ал енді бұл жазбаймыз де қана. Тез ал, әркім өзінің атын және бар. Бір үшті тез сіздер жасап жоқ болады. Сол кері байланыс кереміз. Bir et basa, bir et basınlar. Кезек басамыз. Кезек басамыз. Bas. Ayda bas. Bas. Жазсын. Кезек басаңдар сіздер. Кезек. Мақсан баса ғой. Әркім өзінің есім және баса ғой. Барлығы кері байланысы керек, иә балалар? Бүгінгі балалар сабақтарға сендерге мен де өзінің кері байланысы, яғни балалар бүгінгі сабағымыз өте қызықты деп ойлаймын, иә балалар? Кішкене болмаса бізге ғаламтордың мына несі әсер тиді. Біз бүгін негізінде ғаламторда біраз жұмысымыз бар еді, иә? Топқа да бөлінгенде ғаламторда бөлінгенде кішкене сондай не болып қалды, бірақ сонда да біз сол жағдайдан шыға білдік. Сендерге көп рахмет бүгінгі дайындалып келгендерің үшін. Барлықтардың күнделікке бағанда сабақ болады ғой, өзіміздің қазақтың сабағы. Сол кезде ағайларға не қойып береді. Көп рахмет, сау болыңдар.